Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін осындай бір жасағаннан шығатын 15-ақ минут уақытыңызды алатын керемет іске басар дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалады. Жұмыртқаның ағы, ірімшік, тұз, разрыхлитель және ұн болса болғаны. Жұмыртқаның ағуызын жақсылап көпіртеміз, осылай төңкерген кезде ақпайтындай болу керек. Сосын сырды үккіштен өткізіп алып, жұмыртқаның ағына қосып жақсылап араластырамыз. Осылай силиконды лопатаның жәрдемімен жақсылап араластырып шығамыз. Ұн және қопсытқышты електен өткізіп салыңыздар. Ары қарай осылай қолмен араластырған ыңғайлы. Жақсылап араластырып болғаннан кейін көлемі осындай дөңгелек қылып шығамыз. Грек жаңғағымен бірдей болса болғаны. Дөңгелетіп болғаннан кейін осындай панировочный сухариға бір айналдырып аламыз. Осы арада майыңызды қыздырып қоюды ұмытпаңыз. Ал енді қызып тұрған майға саламыз, екі беті қызарғанша күтеміз. Мінекей сырные шарики дайын болды, иісі өте керемет. Қазір ортасын ашып көрсететін боламын. Мінекей ортасы осылай болып шықты, арасы піскен, сырлары мінекей үзіліп тұр, керемет болып пісті. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасаңыздар. YouTube'дан Мадинадан рецепт деп жазып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина.